Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және бүгін бізде ұбт-да келіп жатқан бір графиктерді қарастыратын боламыз. Яғни қандай ол не жолдың уақытқа немесе жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктері емес, ол бір ерекше үдеудің уақытқа тәуелділік графиктері болып табылады. Енді мына бір есепті көрейік. ұтының өзінің пробный тест жинағында жүрген. Енді қарайық. Бізде айтады, суретте тыныштықтан қозғалған дененің уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген дейді. Енді айтады, 4 секундтағы орын ауыстыру мен 8 секундтағы орын ауыстыруын анықтаңдар. Біз бұны формуламен шығаруға болады, яғни формуламен мұжып отыруға болады, былай етіп та. Но бірақ біз жалпы осы қалай айтса болады, оңай түрі десек те болады негізінен. Ол сендерде мына графикті ауыстыру. Қалай ауыстырамыз десеңдер, оны біз мына бір графикті сызып алайық, былай графикті сызып алайық та. Оны біз жылдамдықтың, яғни метр бөлінген секундтың уақытқа тәуелді графигі деп алып алсақ. Енді бізде қараңыздар, оның бастапқы жылдамдығы, яғни нөлге тең, өйткені ол тыныштықтан басталып тұр. Қозғалысы v0 бізге нөлге тең. Сол себепті мына жерге бір точка қойып қойсайық. Енді ол мына бір 4 секунд үдемелі қозғалғаннан кейін оның жылдамдығы қанша болды десеңіздер, v1-ді анықтайық. Ол сендерде v0 қосылған a-ты 1-ге тең. Сонда бізге 0-ге қосатын болсақ 4 көбейтілген үдеуіміз тоже 4 қой. Сол себепті v1 жылдамдығымыз сендерде 16 метр бөлінген секунд шығады. 16 метр бөлінген секунд. Яғни қанда ол сендерде қараңыздар, 1 секунд, 2 секунд, 3 секунд және 4 секунд мезетінде, мына бір 4 секунд мезетте, оның жылдамдығы 16-ға дейін барды. 16-ға дейін барды. Сонда бізде үзік сызықпен сызатын болсақ, мыналарды бізде мына бір жермен нөлдік деңгейді жалғайды екенбіз. Сонда мына бір нүктеде оның жылдамдығы уже 16 метр секунд болды. Енді дәл сол жылдамдықта келе жатып, ол сразу кеммелі қозғалып кетеді, яғни қанда -2 үдеумен. Сонда оның жылдамдығы қанша болады? Мына жерде 4, 6, мына жерде 8 секунд деп қоятын болсақ, 8-ден 4-ке дейін ол уже 4 секунд қозғалады, 4-ден 8-ге дейін. Ол сонда жылдамдығын қаншаға кемітеді? v2 жылдамдық тең болады. Бастапқы жылдамдық ретінде уже мына бір 16 метр секунд аламыз. v1 азайтылған a t2 десем. Сонда мен v2 жылдамдықты анықтайтын болсам, 16 азайтылған 2 көбейтілген 4 секунд. Сонда сендерде 8 метр бөлінген секунд деген жылдамдық шыға салады екен. Сонда қарайық, мына жерде 8 дұрыстап салып жүрейін. Сонда бізде графикті енді былай сызамыз. Біз мына бір жерден дальше жалғастырайық. 5 секунд мынау, 6 секунд, 7 секунд және де мына бір жер 8 секунд дейтін болсақ, 8 секунд. Біздің жылдамдығымыз уже тоже 8-ге келеді. Сонда жартысы деп алатын болсақ, примерно үзік сызықтармен жалғаймыз оны тоже. Сонда мына бір нүктеден бастап уже ол төменге қарай жылдамдығы кеміген. Енді бізден сұрап тұрғаны ол 4 секундтағы орын ауыстыру десек, сразу біз мына бір тек қана ауданды анықтай салсақ болады. Мына бір ауданды анықтай салсақ болады 4 секундтағы. Ол сендерде орын ауыстыруға тең деген сөз. Сонда S1 ауданымыз ол сендерде жай ғана тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 көбейтесіңдер 16-ға, көбейтесіңдер 4-ке. Сонда одан 32 метр деген жауап шығады. Яғни қанда оның 4 секундтағы орын ауыстыруы 32 метр деген сөз. Ал енді ол екінші үдеумен де ол кеммелі қозғалса, ол артқа қарай қозғалып кетпейді ғой. Ол алдымен осы 16 метр секунд жылдамдықтан кейін уже артқа қарай кеммелі қозғалады. Кеммелі қозғалғанда ол 8 секундқа дейін барады. Енді ол тоқтап артқа қарай кетпейді. Сол себепті мен сразу S2 ретінде мына бір трапецияның ауданын анықтай салсам. Трапецияның ауданын анықтап, оны біз мына бір S1-ге қосатын болсақ, сендерде 8 секундтағы орын ауыстыру шығады. Сонда бізде 16-ға қосатын болсақ 8-ді бөлеміз 2-ге, көбейтеміз оны, уақытымыз 4 секундқа. Сонда бізде неше шығады? 16-ны 8-ге қосатын болсақ, ол 24, 24-ті 2-ге көбейтетін болсақ 48 метр деген сөз. Сонда 48 метр ол мына бір екінші бөлікте жүрген, екінші бөлікте. Ал бірінші бөлікте ол 32 жүретін болса, жалпы оның орын ауыстыруы 80 метр бола салады екен. 80 метр. Яғни қанда 8 секундтағы орын ауыстыруы. Біз сонда мына B нұсқасын 2-ге апарып сәйкестендіреміз ғой. A4 B
2 деген жауапты белгілейді екенсіздер. Сіздермен бірге болған Қайыржан аға, есеп түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше.